Түнде еш қиындықсыз ұйықтап, бірақ кенеттен түн ортасында өзіңізден өзіңіз оянып, жан-жағыңызға аунап, дұрыс ұйықтай алмасаңыз, бұның себебін сізге білу керек. Күнделікті сағат 10-да дұрыс ұйықтап, бірақ түнгі 2-3-ке қарай кенеттен оянып, ұйықтай алмай дөңбекшіп және таңертең шаршап, ұйқыңыз қанбағанын сезсеңіз, бұның себептері бар. Бұлай оянып кетуге сыртқы және ішкі факторлар әсер етеді. Сыртқы факторлар бұл бізде қасыңыздағы адамның орылдауы, сырттағы шулар, бөлмеде жарықтың дұрыс сөндірілмеуі, немесе аздаған болсын жарықтың түсіп тұруы, және де түнде тоңсаңыз немесе қатты ыстықтасаңыз да, миыңыз сізді түнде 2-3-ке қарай оятып жібереді. Ішкі факторлар да әртүрлі болады. Мысалы, адамның жасы мен жынысы. Адамның жасы егделеген сайын, олар түнде қайта-қайта оянып кетуден зардап шегеді. Ал жас қыз-келіншектерде менструалды цикл басталатын кезде осылай түнде ояну болады. Ал аяғы ауыр әйелдер түнде оянып кетсе, оның бірнеше себептері бар. Ол ісініп кеткен аяқ, арқадағы немесе белдегі ауру, құрсақтағы нәрестенің қимылдауы да әсер етеді. Психикалық себептеріне келетін болсақ, стресс, депрессия және де көп нәрсені уайымдау да түнде дұрыс ұйықтамауға алып келеді. Егер кенеттен ояну аптасына 3 реттен көп болса, сізге тезірек дәрігерге қаралған дұрыс. Дәрігерлер адам психологиялық жағдайларға байланысты түнде жиі оянып кетіп жатады деп айтады. Бірақ та бұндай жағдай кейде ішкі ағзаларының ауруларының да белгісі болуы мүмкін. Егер адам күнделікті түнде қайта-қайта оянып кетсе, бұл ұйқы безі, бауыр және бүйрек үсті бездерінің жұмысын тексерту керек дегенді білдіреді. Ең алдымен ағзаңыздағы қан диабетінің даму қаупін тексертіп және көмірсуларға төзімділік тестінен өту керек. Дәрігерге барғаннан кейін ұйқы безі мен бауырдың биохимиясын тексертесіз. Сонымен қоса, дәрігер сіздің кортизол гормоныңыздың деңгейін анықтау үшін бүйрек үсті бездерін тексереді. Кейде дұрыс ұйықтамау адреналиннің пайда болуымен де байланысты, яғни эндокриндік бұзылыстарға әкеліп соқтырады. Егер түнде оянғаннан кейін тамақтанғыңыз келсе, онда қаныңызға адреналин белсенді түрде келіп жатқанын білдіреді. Сондықтан түнде төсегіңізден тұрмай, барынша ұйықтауға тырысыңыз.